Сәлем достар, қосылайық жобасы 6 маусым 5 шығарылымға де келіп жеттік. Бұл шығарылым бізде көкбетсің деген қыздардың ұрысымен басталды. Жобада тағы да ұрыс керіс. Айқай-шу жанжал болып жатыр. Әлі де махаббат дастанына куәгер бола алар емеспіз. Жобада қатысушылардың бір-бірінің арасындағы түсініспеушілік, бір-біріне деген өкпе реніштерімен әлі шеше алмай жатырған секілді бір-біріне деген қарым-қатынастары. Қыздар бір-бірімен ұрысып, жігіттер де бір-бірімен ұрысып, сондай ұрыс керіс шығарылымы болды деуге болады. Бірақ маған бір ұнамағаны қыздардың, жігіттердің отырған анайы сөйлеуі. Себебі сіздерді мысалға көптеген қазақстандықтар көреді, миллиондаған үлкен кісіден бастап кішкентай балаларға дейін көреді. Оларға беріп жатқан тәрбиеңіз, көрсетіп жатқан өнегелеріңіз бар дегендей. Мысалға сіздер теледидарда отырғаннан кейін эфир мәдениетін сақтай білу керек деп ойлаймын. Жобаның ұйымдастырушылары соны ескерсе екен деген өзімнің тілегім бар. Жоба қатысушы қыздары өте анайы сөздерді көп қолданылады. Бұл қарап отырған бізге де өте ыңғайсыз нәрсе. Сонымен бұл шығарылымда бізде қыздардың ұрысымен басталды. Ол ұрыс Еркештің достарымен арасындағы кикілжіңмен жалғасты. Еркештің бірге тұрып жатқан достары Аруна саған болашақта келіншек болмайды деген секілді өзінің пікірлерін айтыпты. Ол дұрыс па, бұрыс па, қалай болады, болашақта көре жатармыз, уақыт көрсете жатады. Келесіде бізде бірақ Аруна біз жұп боламыз деп нық айтты. Бұл бір күдік маған ұялады. Неге бұл біз жұп боламыз деп нақ айтып тұр? Мүмкін сыртта бұлар таныс болған шығар, мүмкін бұлар сыртта жұп болған шығар деген бір күдікті ой келіп жатыр. Көреміз не болатынын. Содан соң ортаға Зарина шықты. Заринаға қатысушы 3 жігіттің көңілі бар екенін білдік, бірақ Заринаның көңілі Мансұрда сияқты. Мүмкін болашақ жұптың иісі шығып жатыр, көре жатармыз, уақыт көрсетеді. Келесіде бізде Ерасыл шықты ортаға. Аяна екеуінің қарым-қатынасы сол қалпы баяғыдай бір-бірімен сөйлеспейді екен, бірақ Аянадан аудиожазба келді. Аудиожазбада Аяна өз аяғымен студияға келмеймін деп жатыр. Ерасыл Аянаға кешірім сұрауға ма, алып келуге ме кетті, жолға шығып кетті, рұқсат сұрап. Не болатын көреміз енді дүйсенбіде. Содан соң жобаға Азизбек, Гүлнұр, Камила деген жаңа қатысушылармен таныстық. Менің бір айтарым, жобадағы қыздардың, жігіттердің жобадағы өз-өзін ұстау тәртібі өте нашар деп ойлаймын. Себебі олар бір-бірімен өте анайы түрде сөйлеседі, ұрысады. Бұл барлық Қазақстан көріп отырғаннан кейін жобаны негізі балалардан бастап үлкен адамдарға дейін көреді. Сондықтан жоба мәдениетін, эфир мәдениетін сақтау керек деп ойлаймын. Ұйымдастырушылар бір нәрсе істеу керек, негізі ескерту жасау керек, немесе бір шара қолдану керек. Себебі өздерін ұстай білу қажет. Себебі оларды миллиондаған көрермендер көріп отыр. Олар бұл жобаға ұрысуға емес, керісуге емес, отбасын құруға келді. Отбасын құрып, үлкен отбасы болып кетуге. Сондықтан бұл көптеген көрермендердің осындай бір пікірін жеткізіп жатырмын деуге болады. Соның 5-ші шығарылым осылай аяқталды. Осындай жағдайлар болды. Өзіңіздің алып қосар қандай пікіріңіз бар, қандай ойыңыз бар, не айтасыз, астыға қалдырып кетіңіз. Видео ұнап жатса комментарий қалдырыңыз, лайк басыңыз, каналға тіркеліп те кетіңіз. Назар қойып тыңдағаныңызға көп рахмет. Келесі кездескенше.